Сәлеметсіңдер ме балалар, математика сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз 9 саны мен цифры. Балалар, сендер бүгінгі сабақта 10 көлеміндегі сандарды тура және кері ретпен санайсыңдар. Натурал сандар қатарындағы 9 санының орнын табасыңдар, 9 санның құрамын анықтайсыңдар. Санды өрнекке кері амал қолданып, өрнектер құрастырып, мәнін шығарасыңдар. Қазір барлығымыз орнымыздан тұрып, мына қимылдарды менімен бірге жасаймыз. Біз бақытты балдырған, қолымызды шапалақтаймыз. Дос құшағын елге ашқан, қолдарымызды айқастырамыз. Тілегіміз тыныштық, құшақтарымызды ашамыз. Ашық болсын көк аспан, қолымызды көкке көтереміз. Жарайсыңдар балалар. Балалар, суретке назар аударамыз. Суреттен не көріп тұрсыңдар? Құстарды көріп тұрмыз, өте жақсы. Олай болса, құстарға қарап есептер құраймыз. Бір жақта 8 құс тұр, екінші жақта неше құс тұр? 1 тұр. Енді осыған байланысты есеп құраймыз. 8 құсқа 1 құсты қоссақ қанша құс болады? Жарайсыңдар, 9 құс болады екен, Ал 9 құстан 1 құсты алып тастасақ неше қалады? 8 қалады, өте жақсы, жарайсыңдар. Балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз қандай сан дедік? 9 саны, Олай болса, 9 саны сандық сәуледе қай саннан кейін тұрады екен? Жарайсыңдар, 8 саннан кейін. Қане барлығымыз бірге 9 санын 0-ден 9-ға дейін тура және 9-дан 0-ге дейін кері санайық. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Жарайсыңдар балалар. Ал ендеше келесі тапсырмаға назар аударамыз. Жұлдыздарды санап, жұлдыздарда жазылған сандарды атаймыз. Әр санды 9 санымен салыстырамыз. Яғни 7 мен 9-ды салыстырамыз. Қай сан үлкен? 7 үлкен ба, 9 сан үлкен ба? Дұрыс айтасыңдар, 9 сан үлкен, 8 сан мен 9 санын салыстырып көрейік. 9 сан үлкен бе әлде 8 саны ма? Дұрыс айтасыңдар, 9 сан үлкен екен. Бұл тапсырма сендердің оқулықтарыңда берілген. Оқулықтарыңа қарап, осы тапсырманы орындап, кері байланыс жасаймыз. Келесі тапсырмамыз сөз құрайдары. Яғни бұл жерде сендер зымыран қай қаламжарға қонады? Жауабы 9-ға тең мысалдарды таңдаңдар. Сәйкес әріптерден сөз құраңдар. Зымыранның үстінен қандай сан көріп тұрсыңдар? Жарайсыңдар, 9 сан көріп тұрмыз, Яғни осы 9-ға тең мысалдарды таңдап, сәйкес әріптерден сөз құраймыз. Қане балалар, 9-ға тең есептерді табамыз. Ойланайық. 1 қосу 8, 4 қосу 5, 6 қосу 3. Жарайсыңдар балалар. Енді осы есептердегі сәйкес әріптерден сөз құрастырамыз. Қандай сөз шықты? Дұрыс айтасыңдар, жер деген сөз шықты. Келесі 3-ші тапсырмаға назар аударамыз. Шығарып көр және де орындап көр айдары. Шығарып көр айдарына қарайықшы. Ғарышкер қай зымыранмен шалады балалар? Дұрыс айтасыңдар, тоқсары зымыранмен. Неліктен? Себебі ғарышкердің артында қандай сан тұр? Жарайсыңдар, 9 саны тұр, Ал тоқсары зымыранда 8-ге 1-ді қосқанда неше сан шығады? 9, Бірінің сандары сәйкес келгендіктен ғарышкер тоқсары зымыранмен ұша алады. Келесі орындап көр айдары. 9 цифрын аударған кезде қандай цифр шығады? Жарайсыңдар, 6 цифры шығады. Ал балалар, бойымызды сергіту сәтін жасап алайық. Менің артымнан өлең жолдарын қайталаймыз және де іс-қимылмен. Қорбаңдаған аюдың құлпынайы көп екен. Теріп алайық, қалтамызға салайық. Жарайсыңдар балалар. Енді келесі жазу дәптермен жұмыс жасаймыз. Дәптерге 9 цифрын жазамыз. 9 цифрының орнын анықтаймыз. 9 цифры 8 цифрынан кейін орналасады. 9 цифрының жазылуына мән береміз. Мына жұлдызша тұрған жер ол біздің бастапқы нүктеміз.
Осы нүктемен жүргізу арқылы 9-ды бағыт бойынша дұрыстап, дәптер тор көзіне орналастырамыз. Қане олай болса, ауада жазып көрейік. Бастапқы нүктеден жоғары көтереміз, бағыт арқылы төмен түсіреміз. Жарайсыңдар. Енді осыны дәптерге жазып аламыз. Үй тапсырмасы 2 жолға 9 цифрын әдемілеп жазу. Балалар, сонымен бүгінгі сабақта біз қандай цифрмен таныстық? Дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі сабақта біз 9 саны және цифрмен таныстық. Ал енді балалар, өзімізге бет алып, қайықтың суретін саламыз. Және де сендерге сабақ ұнаса, тапсырманың барлығы сәтті орындалған болса, желкенді жасыл түске бояймыз. Егер сендер сабақта белгілі бір қиындықтарды кездестірген болсаңдар, желкенді сары түске бояйсыңдар. Егер сендерге сабақ мүлде түсініксіз болып, орындау қиын болса, мұғалімнің көмек қажет болса, желкенді қызыл түске бояймыз. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңдар.